Зейнетақы алушылар көріңіздер. Сәлеметсіз Ахмат Көлемин арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Еш жерде жұмыс істемегендер қанша зейнетақы алады? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай үкіметте өткен брифингте елдегі ең аз зейнетақы мөлшерін атады. 1998 жылға дейін еңбек өтілі бар тұлғаларға ең аз зейнетақы мөлшері ер адамдар үшін 25 жыл және әйел адамдар үшін 20 жыл толық жұмыс өтілі деп алсақ 62.700 теңгені құрайды. Егер біз базалық зейнетақының ең төмен мөлшері туралы айтатын болсақ, ол барлық азаматтарға, соның ішінде еңбек өтілі жоқтарға да тағайындалады. Оның мөлшері күнкөріс минимумының 70%-на немесе 32.300 теңгеге тең деп түсіндірді вице-министр. Айтуынша, елде көп деңгейлі зейнетақы жүйесі бекітілген. Республикалық бюджеттен жүзеге асырылатын зейнетақы төлемдері жиынтық зейнетақының бір бөлігін құрайды, дейді Виктория Шегай. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.